естеріңізде болса, өткенде Пинаптың официальный телеграм каналы туралы айтқан болатынмын сіздерге. Биыл маусымы әлі жалғасуда достар, және де өзіңіз сүйікті командаңызды 10 000 фрибетпен қолдағыңыз келсе, каналға кіріңіз. KZ Экспресске арнайы өзінің бонустарын ұсынып отыр. Оны кез келген адам алады, тек қана телеграмдағы промокодты пайдаланыңыз. Менге сілтеме қалдырам достар, сол сілтемеге кіріп тіркеліп қойыңыздар, өйткені әр апта сайын жаңа промокодтар беріліп отыратын болады. Кешкісін Туран мен Жетісу ойнайтын болады, өз командаңызды Пинаппен бірге қолдаңыз. Давайте. Достар, сұрақ қойып кетті, андай не болатыр, не істедіңдер деп. Шын керек еркек шайтын, ош, еркек шайтын, андай ешқандай хайп, анау мына зат емес. Семья болғаннан кейін ұрыс керіс болады. Бірақ білмеймін, мен андай внимание, гормон дейді ма, білмеймін, пока түсінбедім, короче. Когда машина жаққа келген болатын, түсініксіз болып кетті. Бәрі дұрыс жағынан шешеміз, енді оларыңызды көреміз ғой. Ну, я не знаю. Гадзенкар, бір түрлі жұмақтың гадзенкар. Қағырықым жылы. Так, сонда ар жағынан кіріп, неға түсіп кетеді, неғана кіріп аяқ. Нема бұл? Нема сан? Не біле, адам шошты. Ақша жоқ дейді елдер. Не деген машиналар, олар Женщина, которая хочет держать... Белі ауырғал осындай бәле алғанымыз ғой. Турнек бәліп қояды. Көмегі бар ма жоқ па білмеймін. Қалай олатын? Қалдарыңыз қалай, естеріңізде болса, осыдан бір апта бұрын Пинаптың официальный телеграм каналы туралы айта кеткен болатынмын, және де КПЛ маусымы әлі де жалғасуда. Өзіңіздің сүйікті командаңызды қолдап 10 000 теңге фрибет ұтып алғыңыз келсе, онда осы сілтемеге кіріңіз, және де сіздерге айтатыным, Пинап KZ Экспресске жаңа бонустар ұсынып жатыр. Оны араларыңыздағы кез келген адам алады. Ол үшін сіздерге астына сілтеме қалдырамын, сол сілтемеге кіріп, сол каналға тіркеліп алыңыздар, өйткені әр апта сайын жаңа промокодтар беріп отырады, және де бүгін кешке Туран мен Жетісу ойнайды. Өзіңіздің сүйікті командаңызды қалай сіздерге күнделікті айтып жүргенде, яғни Пинкод сайтындағы Sanofi Екпет 2 ойыннан сіздермен бірге отырып қазір